13-ші дәріс ақпараттандыру жағдайындағы оқыту әдістеріндегі өзгеріс. Қарастырылатын сұрақтар: оқу үдерісін ұйымдастырудағы ақпараттық коммуникациялық технологиялар, жобалау әдісі, ақпараттық ресурс әдісі, ақпараттық коммуникациялық технология құралдарын пайдалану арқылы жүргізілетін дидактикалық ойындар. Оқу үдерісін ұйымдастырудағы акті. Қазіргі заманғы мектептерге үйлесімді оқыту жүйесін ұйымдастырудың негізгі формасы болып сабақ қарастырылады. Бұны жалпыға бірдей орта білім жүйесіне арналған акті құралдарын әзірлеу және пайдалану кезінде есепке алған жөн. Оқушыларды сыныптық сабақ жүйесі аясында көптеген оқу пәндеріне оқыту арнайы бөлмелерде өткізіледі. Сондықтан сыныптық сабақ жүйесінің тиімділігін арттыру перспективасы бөлмелерді дидактикалық және техникалық оқыту құралдарымен жабдықтау және сабақ типтерін олардың модельдеуін жетілдірумен байланысты. Бұл байланысты ақпараттық және байланыс технологияларына үлкен үміттер артылады. Қазіргі таңда мектептер үшін білім берудің барынша қолжетімді акті құралдары болып, CD-диск мультимедиа күйіндегі желілік нұсқалар саналады. Шындығында, бұл материалдар қарапайым баспасөз басылымдарынан аз ғана ерекшеленеді. Бұрынғыша негізгі теориялық материал таңбалы символдық формада ұсынылады және үйреншікті дайын сымбатты сызбалармен және суреттермен қоса көрсетіледі. Оқытушыларды бірінші кезекте сабаққа оқыту материалдарын пайдалану аса қиындық туғызатындығы қынжылтады. Ережеге сәйкес акті мұндай құралдары сабақтан тыс жеке дара өзіндік жұмыс жасауға арналған. Оқытудың дәстүрлі техникалық құралдарын пайдалану саласында жиналған әдістемелік білім берудің тәжірибесін қайта пайымдап, одан қалған әдістемелік тәжірибені жан-жақты пайдалану қажет. Осы уақытқа дейін осындай құралдардың барлығын аудитивті грамжазбалар, магнитофонның жазбалары, визуалды, дыбыссыз кинофильмдер және киноаяқтамалар, диафильмдер, диапозитивтердің сериялары, транспаранттар, грампроектор үшін оларға суреттер салынған үлгілер, эпипроекцияға арналған материалдар жинағы және аудиовизуалды дыбыстық кино және бейнефильмдер, телекөрініс материалдары, дыбысталған диафильмдер деп бөлу қабылданған еді. Техникалық құралдарды және олардың кешенін сабаққа пайдалануға арналған көптеген әдістемелік әдебиеттер бар. Нақты техникалық оқыту құралдарының жетістіктері мен кемшіліктері сипатталған. Әртүрлі техникалық құралдар үшін арналған, оларды қалай пайдаланудың нұсқаулықтары әзірленген, өз бетінше ұжымдық және жеке дара жұмыс жасауға арналған тапсырмалардың нұсқалары және басқалары даярланған. Әртүрлі ақпарат сақтауышта жазылған материалды арнайы монтажда оқу кинофильмінің қадір-қасиетін іске асыруға мүмкіндік береді. Түрлі мәнерлі тіл құралдарын, мәтін, дыбыс, статистикалық және динамикалық демонстрациялар, ұтымды үйлестіру, зерттейтін объектінің қажетті жоспарын және бөлігін таңдау, оның бетбұрысын өзгерту және тағы да басқалары. Графика құрастырушылармен жұмыс жасау кезінде де кең тараған әдістерді жүзеге асыру осылайша қарапайым дүние. Үлгілерді салу және алу, көшірімдеу, акті білім алушыны дайын оқу материалын пайымдаушы ғана емес, сонымен қатар оны құруда, өзгертуде, оперативті қолдану аясында қатысушы етуде жағдай жасайды. Дәстүрлі оқыту аясында бұл әдістемелік өңдеулер сұраусыз қалып қойды немесе белгілі бір объектілердің әсерінен тиісті әсерін тигізе алмады. Салыстырмалы түрде оқытудың бірнеше жаңа әдістері бар және олардың пайда болуы заманауи ақпараттық қатынастық технологиялар құралдарының өмірге келуімен және оларды пайдаланумен байланысты. Оқу процесіне белсенді әдістерді қосу оқушылардың танымдық белсенділігін ынталандырады, олардың қызығушылығы мен ынтасын арттырады, өз бетінше оқу қабілетін дамытады. Мысалы, материалды дәріспен беру кезінде ақпараттың 20%-дан аспайды, ал іскерлік ойында 90%-ға дейін. Қазіргі уақытта педагогикалық практикада ең көп тарағандары келесі белсенді оқыту әдістері болып табылады. Практикалық тәжірибе, жобалау әдісі, топтық талқылаулар, пікірталастар, миға шабуыл, іскерлік ойындар, рөлдік ойындар, баскет әдісі, жағдайларға еліктеу, тренингтер, компьютерлік оқыту бағдарламаларын пайдалану және де практикалық жағдайларды талдау. Кейс стади әдісі. Жобалау әдісі. Әлемдік тәжірибеде білім алушының өз бетінше жұмыс жасауды ұйымдастыру әдістері іздестірілуде. Яғни мұнда әрбір білім алушы белсенді танымдық қызметке тартылады. Осындай өзіндік жұмыстардың бір әдісі ынтымақтаса отырып оқыту әдісі. Жаппай жұмыс жасаудың орнына көбіне жеке жұмыстық, топтық жұмыстар келіп түсуде.
АКТ құралдарын пайдалана отырып білім алушылардың жұптық немесе топтық жұмыс жасау нәтижесі түсіндіру, көрнекілеу және көшірмелі әдістерге қарағанда едәуір тиімді болып шығады. Мектеп оқушылары топпен жұмыс жасау арқылы бірлескен іс-әрекеттер жоспарын өңдейді, ақпарат көзін табады, мақсатқа жету тәсілдерін іздейді, рөлдерді үйлестіреді, ортаға ой салып, оны талқылайды. Барлық білім алушылар танымдық қызметке еліктірілген болып шығады. Ақпараттық қатынастық технологиялары құралдарын пайдалана отырып, оқушыларды оқытуда жобалау әдісін қолдануға қойылатын басты талаптарға жатады. Зерттеу, шығармашылық тұрғыдағы мағыналы тапсырмалардың бар болуы, яғни олар интегралданған білімді және оның шешімін табу үшін зерттеу ізденістерін қажет етеді. Болжанатын нәтижелердің тәжірибелік, теориялық, танымдық мағынасы. Оқушының өзіндік, жеке дара, жұптық жұмыс жасауы. Жобамен жұмыс атқару үшін қажетті түрлі саланың түпкі білімін анықтау, жобаның мазмұнды бөлігін құрылымдау, зерттеу әдістерін пайдалану, зерттеу тапсырмаларынан туындайтын мәселелерді анықтау, оларды шешу тұжырымдамаларын алға шығару, зерттеу әдістерін талқылау, алынған мәліметтерді сараптамалау, соңғы нәтижелерді рәсімдеу, қорытынды шығару, тұжырым, шығармашылық есеп берулер және тағы да басқалары. Жобалау әдісі әрдайым қандай да бір мәселені шешуді түсіндіреді. Жобалау әдісі әрдайым оқушылардың өз бетінше жұмыс жасауына бағытталған, яғни жеке, жұптық, топтық тапсырманы білім алушылар белгілі бір уақыт мерзімінде орындап бітіруі тиіс. Бұл қызметтің барысында ақпараттық қатынастық технологиялар құралдарын пайдалану тиімді болады. Бұл тәсіл табиғи түрде оқытудың топтық тәсілімен үйлесімді болады. Шынымен де, іс жүзінде жобалау әдісін оқушыларды оқытуда пайдаланған жағдайда оқыту жүйесінің төмендегідей қосымша артықшылықтары мен ерекшеліктері пайда болуы ғажап емес. Топ оқушыларының желілік серіктестермен жұмыс жасауы. Жалпыға бірдей мәдениет білімін игеру, телебайланыстық арналар арқылы алынған мультимедиа ақпараттық негізінде оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру, АКТ жаңаша құралдарын пайдалану, оқушылардың жазбаша қатынастық тілін дамыту. Сонымен қатар осы тәрізді педагогикалық технологияларды пайдалану бірнеше оқытушылардың бірлескен жұмыс ұйымдастыруына септігін тигізеді. Атап айтқанда, оқу және оқудан тыс жұмыс формаларын біріктіру, білім алушылардың әлемдік ақпараттық ресурстарға жаңаша сапалы түрде қол жеткізуі салдарынан жалпы орта білім жүйесінің мазмұнын өзгерту, ақпараттық қатынастық технологиялар құралдарын құрал-жабдық ретінде жалпы айтқанда барлық мектеп пәндерінде қолдану. Білім беруші жобаға оқушы телебайланыстық жүйелермен жұмыс жасауды үйренген болса және ақпараттық қатынастық технологиялар сәйкес құралдарын пайдалана білетін болса, өз бетінше қосыла алады. Жобалау әдісін іске асыру барысында жобалау қызметі тек білім алушыға бағытталған. Мұнда оқушы жобамен үйде немесе мектепте жұмыс жасай ма, ол жағы маңызды емес. Оқу тізбегін өз бетінше таңдау оқушының жаңа, жоғары деңгейде ақпараттық және қатынастық технологиялармен жұмыс жасауына жол ашады және оларды танымның және өздігінен дамудың құрал-сайманы ретінде қарастырады. Ақпараттық ресурс әдісі. Білім алушының кітаппен, оқулықпен, анықтамамен, ғылыми танымал және оқу әдебиеттерімен жұмыс жасауы дидактикада маңызды оқу әдістерінің біріне жатқызылады. Қазіргі таңда бұл түпнұсқаларға толыққанды электрондық басылымдар мен ресурстарды қосуға болады. Бұл әдістің ең басты құндылығы білім алушының игеретін оқу ақпаратқа өзіне қажетті қарқынмен және ыңғайлы уақытта қол жеткізіп, көп рет қайталауға мүмкіндік алуы. Оқу әдебиеттері мен мультимедиа құралдары үйрететін, дамытатын, тәрбиелейтін, талаптандыратын, бақылаушы түзетпелейтін сияқты барлық дидактикалық функцияларды сәтті орындайды. Ақпараттық ресурстармен жұмыс жасаудың оқытушының пайдалануымен сабақ үстінде және білімді жадыда бекіту және кеңейту мақсатымен білім алушының өз бетінше жұмыс жасауы сияқты екі түрі ең көп таралған. Ақпараттық ресурс әдісінің кемшіліктерінің бірі оқытушы жағынан кететін уақыттың көптігі. Яғни электрондық білім беру басылымдарын құрастыру және жүйелендірумен байланысты оқу үдерісінде ақпараттық қатынастық технологиялар пайдаланатын құралдардың сапасына қойылатын талаптардың жоғарылығы, оқушы тарапынан ресурстардың бірыңғайлылығы, навигация, қарап байқау, оқу және тағы да басқалары. АКТ құралдарын пайдалану арқылы жүргізілетін дидактикалық ойындар. АКТ құралдарын пайдалана отырып іске асырылатын оқу әдісінің жеткілікті тиімді түрі дидактикалық ойын болып саналады.
Оқушыларды ақпараттық оқыту барысында ойын әдісін пайдаланған кезде бірнеше жеткілікті маңызды ерекшеліктерді есепке алу қажет. Сабақ үстінде АКТ құралдарын пайдалана отырып ойындар ұйымдастыру барысында ойынның қандай қарқында өткізілетіндігін ойластырған жөн. Ойын динамикалық болуы тиіс, сонда кеңістікті түсіндірмелер және әкімшілік тәртіптегі ескертулердің саны қажет болмайды. Ойын жаттығуларын өткізу әдістемесін жақсы игеру қажет. Олардың басты мақсатын ашып, белгілі бір қарқынды сақтау керек. Оқушыларға салыстырмалы түрде өз бетінше жұмыс жасауға кең мүмкіндік жасау қажет. АКТ құралдарын пайдалану арқылы жүргізілетін дидактикалық ойындар әрқилы оқу тапсырмаларын орындауға мүмкіндік туғызады. Бір ойындар білім алушының дағдысын бақылау және өз бетінше бақылау бойынша білімін қалыптастыруға және өңдеуге көмектеседі, ал басқалары түрлі қиындық дәрежесіндегі материалдардан жасала отырып, әртүрлі білім деңгейдегі оқушыларды оқыту үшін дифференциалдық қарым-қатынасты жүзеге асыруға жағдай жасайды. Жалпы білім беру ортасында АКТ құралдарын қолдану жағдайындағы тұлғаға бағдарланған білімнің дидактикалық қағидалары: жеке тұлғаның өзін-өзі бағалау қағидасы, оқушының белсенді субъект ретінде танылуының анықталу қағидасы, оқушының әлеуметтендірілуі қағидасы, оқушының жеке тәжірибелік тірек қағидасы, оқушының өзін-өзі дамыту, өзін-өзі оқыту, өзін-өзі білім беру бағытының қағидасы, оқушының жеке тұлғалық психофизиологиялық ерекшеліктерінің есеп қағидасы, тұлғаның қатынастық мүмкіндіктерінің даму қағидасы. Оқушының жеке тұлғалық психофизиологиялық ерекшеліктерінің есеп қағидасы оқушылардың жан-жақты қабілеттері, тілектері, себептері, қызығушылықтары мен жоғары бағалаушылықтарының есебіне бағытталған. Білім беруге арналған АКТ құралдарын жүзеге асыру мектеп оқушысының барынша есепте келесі тұлғалық психофизиологиялық мүмкіндіктеріне, жеке тұлғалық қасиеттеріне негізделуі керек. Темперамент және еріктік сапалар, ойлау ерекшеліктері, қабылдау, есте сақтау, назар ерекшеліктері, мотивация, өзін-өзі бағалау, талаптану деңгейлері. АКТ құралдарын қолдану жағдайында іске асырылатын білім беру жүйесіндегі қағидалардың практикалық өткізілуі келесі талаптарға негізделеді. Мектеп оқушысына адамгершілік қарым-қатынас жасау, оның өзінің құндылығын мойындау талабы, оқытуды даралау мен саралау талабы, оқушылардың өзіндік белсенділігінің пайда болуын қадағалайтын жағдайлар жасау талабы, оқушының өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі оқытуға жағдай жасайтын шарттарды қанағаттандыру талабы, әрбір мектеп оқушысының жеке тәжірибе есебінің талабы, оқушының коммуникативті және әлеуметтік қызметтерін ұйымдастыру талабы, бақылаудың объектілігін және оқу нәтижесінің өлшемін қанағаттандыру талабы. Назарларыңызға рахмет.